Қайырлы күн әріптестер, қазақ тілі сабағы. Тақырыбымыз сын есім. Оқу мақсаты мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Сөз таптарын ажырату. Сабақ мақсаттары: барлық оқушылар сөз таптарын атай алады. Кейбір оқушылар сөз таптарын ажырата отырып сөйлем құрастырады. Кейбір оқушылар сөз таптарын қатыстыра отырып мәтін құрайды. Бағалау критерийлері: сөз таптарын ажыратады, сөз таптарын қатыстырып сөйлем құрайды. Тілдік мақсаттар: сөздер арасынан сын есімдерді табу, сұрақтарды айту, құндылықтарды дарыту, табиғатты аялауға, қорғауға, ластамауға тәрбиелеу. Белсенді оқыту әдістері: нұсқау беру және айту, сұрақ қою және талқылау, зерделеу және зерттеу. Қатені тап әдісі: оқушылар өлеңдегі қатені тауып көшіріп жазады. Гүлдер, гүлдер, шөқ гүлдер, қысыл гүлдер, көк гүлдер. Тұра берші ырғалып, тұра берші нұрланып. Балалар осы жердегі қателерді тауып, өлеңді көшіріп жазады. Дескриптор сөйлемдегі қатені түзеп жазады, сын есімдерді таба алады, оларға сұрақ қояды. Саралау тәсілдер: қарқын, тапсырма, диалог және қолдау көрсету. Ребусты шеш әдісі: әр топқа 3 түрлі ребус беремін. Ребусты шешкеннен кейін тапқан сөздерге сөйлем құрастырады. Дескриптор ребусты шеше алады, сөйлем құрастырады. Бұл жердегі қалыптастырушы бағалау: шапалақ арқылы бір-бірін бағалайды. Критериалды бағалау: сөз таптарын ажыратады, сөз таптарын қатыстырып сөйлем құрайды. Суреттер сөйлейді әдісі: 3 топқа аңдардың суретін беремін. Аңдардың суретін сұрақ беру арқылы сипаттап жазады. Қандай аң? Түсі қандай? Қайда мекендейді? Немен қоректенеді? Дескриптор сұрақтарға жауап бере алады, аңдарды сипаттап жаза алады. Қалыптастырушы бағалау: мақтау, мадақтау арқылы оқушыларды бағалаймын. Назарларыңызға рахмет.